Салам достар, сіздер күнделікті қолданып жүрген үйдегі түкпен тамақ пісіруге болатын білесіз ба? Оны бізге орыстың каналы Сливки шоу арнасы көрсеткен болатын. Енді оны мен өз көзіммен көргім келді. Олай болса, кеттік. Дүкенге барып, біз өзімізге қажетті заттарды алып келдік. Соның ішінде пияздар, айран, сәбіз, қызанақтар, картоп, орамжапырақ, фольга, жұмыртқа, балық еті және пельмендер. Ең бірінші біздер үтікті аламыз да ыдысқа жақсылап орнатамыз. Екінші фольганы аламыз да одан керемет ыдыс жасаймыз. Міне достар, керемет ыдысымыз дайын. Енді оны үтіктің үстіне жақсылап орналастырамыз. Бізге таңғы асқа бір жұмыртқа және де қызанақ, туралған пияз қажет. Жұмыртқаны аламыз да ыдысымызға жаймен саламыз. Жұмыртқа жаймен пісіп жатырған сияқты. Енді үстіне туралған пияздарымызды жаймен тастаймыз. Пияздан кейін кішкене қызанақтарымызды турап, оны да қоямыз. Үстіне тұз себеміз. Керемет иістер шыға бастады. Жұмыртқамыз демек піскен сияқты. Міне достар, біздің үтікке піскен таңғы асымыз осымен дайын. Керемет ас болсын. Фольганы тағы да аламыз. Енді оның үстіне шыны ыдысты қойып, соның пішінімен ыдыс жасап аламыз. Енді түскі асқа пельмен, сәбіз, картоп және де дәмдеуіштер қажет. Ыдысымызға суды құямыз да қайнағанын күтеміз. Суымыз қайнаған сияқты және де оның ішіне ақырындап картоптарымызды сала бастаймыз. Картоптан кейін ақырындап сәбізімізді де саламыз. Ендігі кезекте пельмендер, оларды да ақырындап саламыз. Пиязымызды және де дәмдеуіштерімізді үстіне саламыз. Арада 20 минут өткеннен кейін біздің пельменіміздің иісі шығып пісті. Иісі қандай керемет, мұрынды жарып барады. Енді оны ақырындап ұстап үтіктен аламыз. Міне біздің керемет түскі асымыз дайын болды. Фольгамызды тағы да аламыз. Фольгамыздың үстіне майымызды құямыз. Майымызды жақсылап жағамыз. Жағып болғасын қызыл балығымыздың етін алып жаймен үстіне саламыз. Бұл балықты да біздің үтігіміз пісірейін деп жатыр. Төбесіне жаймен де пияздарымызды тастаймыз. Құрттай тұз себеміз. Иісін қараңыздар, иісі өте керемет, біздің балығымыз піскен сияқты. Кешкі асқа біздің балық дайын. Қасына өзіміздің вкусымызға байланысты суға қайнатылған картошкамызбен және де ащы қиярымызды қойдық. Осылай біздің үтік 3 мезгіл тамағымызды пісіріп берді. Оның ішінде таңғы асқа жұмыртқа қосылған қызанақ болса, екінші асқа ол пельмен сорпасы, және де үшінші асқа керемет қызыл балық достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Шынымен де үтікке тамақ пісіруге болады екен достар. Мен сендім, сондықтан үтікке смело лайктарыңызды басыңыздар және де каналға тіркеліңіздер достар. Сіздермен бірге болған Ali KZ достар. Давайте келесі бөлімдерде кездескенше достар.